Каспиге жаңадан тауар енгізу үшін поставщик сізге жіберген прайс-лист болу керек. Мына счет қой. Ол прайс-листте бүкіл тауардың мәліметтері жазылып тұрады. Штрих-коды, артикулы. Мына артикулдар мысалы барлығы дұрыс емес. Артикулдардың түрі мынандай болмау керек. Ортасында тырнақша деген сияқты болмау керек. Тек қана сан немесе цифр. Сол дұрыс болды. Бағана бір прайс-листте жібердіңіз ғой, код товары деп. Бірыңғай цифр код, соны енгізген екен алдында. Сондай тізім керек. Өйткені ол мәліметтер тауардың мінездемесі суреті сізге керек болады. Өйткені қазір көрсетем қай жерде керек екен. Енгізген кезде тауарларды басқару деген мәзірге кіресіз. Каспи кабинеттің ішінде оң жағында тауарларды қосу деген батырма бар. Тауарды Google'дан емес, мына жерден іздейсіз, атын енгізіп. Каспидің ішінен. Яғни Каспи көрсетеді, ол тауар бар ма, жоқ па міне. Товар шықпаса, тек қана артикулын ғана қалдырыңыз, солай іздеп көріңіз. Онда да шыққан жоқ. Яғни бұл товар Каспидің ішінде жоқ деген сөз. Енді қалай товарды енгізесіз? Мен жерде товарды қосу деген батырма тұр. Осы жерде міне товардың категориясын таңдайсыз. Қандай категорияға жатады? Құрылыс. Одан кейін міне электрлік құралдар деген болған мен жерде. Міне. Мен жерде ары қарай таңдайсыз, қандай категорияға жатады екен. Осы категорияның барлығы товардың прайс-листінде көрсетіледі. Ары қарай батырманы басасыз, мен жерде артикул деп шықты, көрдіңіз бе? Осы жерге мен артикул жазу керек. Дұрыс артикулда. Но Каспи ұсынған артикулда емес. Немене товарды өндіруші қандай артикулмен шығарады, соны жазу керек. Ал мына жерде бағанаға айтқанда артикулдардың барлығы дұрыс емес. Мыналары мысалы дұрыс емес. Оны өзіңіз енгізесіз. Қалай енгізу керек екен? Прайс-листтен қарау керек. Мына жерге товардың суретін саласыз, товардың атауы, брендін жазасыз, товардың мінездемесін жазасыз. Сондықтан прайс-лист керек. Товардың характеристикалары қандай, соны YouTube-дағы ссылкасы қандай, түрі қандай деген сияқты. Осы мәліметтердің бәрі прайс-листте болу керек. Салмағы деген сияқты кетеді. Соның бәрін толтырасыз, дали деген батырманы басасыз, товар ары қарай Каспиге жіберіледі, Каспи тексереді товарды. Тексеріліп жатқан товарлардың барлығы міне мына мәзірден шығады міне. 59 товарды қайтарып жіберіпті. Сурет дұрыс емес дейді. Дұрыстап сурет салыңыз дейді. Содан кейін товарлар енгізіліп шыққаннан кейін бұл саудаға шығады. Ары қарай Intel Price әр осы товар бойынша бағасын және қалған мөлшерін жіберіп отырады.